Сәлем достар, ұлттық тестілеу орталығы ұбт дайындық контекст марафоны 5 бөлім бастайық. Так, ендеше экранға қараймыз. Let's go, кеттік. Сонымен, бұл жерде қандай тақырып келеді? Көрейік. Бекжан үйінің шатырын жаңартпақшы. Шатыр екі бірдей тең бүйірлі трапециядан және екі бірдей тең бүйірлі үшбұрыштан құралған. Шатырдың үшбұрышты жағы мен төбе арасындағы бұрышы 45 градусқа тең. Үйдің төбесі өлшемдері 12 метр және 8 метр болатын тіктөрт бұрыш, ал шатырдың биіктігі 2 метр. Мынау шатырдың биіктігі бұл 2 метр. Мынау үш не? Бұл, скорее всего, мына жердегі бүйір беті, то есть бүйір қабырғасы болар, я? Бүйір қабырғасы сол бізде үшке тең болатын болар. Биіктігі бізде 2 болады. Жақсы. Ендеше сұрақтарға көшейік. Шатырдың үшбұрыш жағының ауданын табыңыз дейді. Шатырдың үшбұрыш жағы бізде мына бір бөлік болады. Мына бір бөліктің ауданын табу керек. Қараңдар, бұл үшбұрыштың табаны берілген, бізге тек бұның биіктігін табу керек. Бұл қандай үшбұрыш? Бұл тең бүйірлі үшбұрыш деп айтылған. Демек, мына екі бүйір қабырғасы бірдей болады. Мынау да 3. Ал тең бүйірлі үшбұрышта табанына жүргізілген мынау не? Табанына жүргізілген мынау медиана ғой, тура ортасында орналасқан. Яғни табанына жүргізілген медианасы әрі биіктік, әрі биссектрисасы болады. Осыны есептеп тауып алайық. Қараңдар, мынау 2. Демек, қараңдаршы, мынау 45 градус болса, онда мынау тоже 45 градус болады. Яғни бұл не? Бұл тік бұрышты тең бүйірлі үшбұрыш. Яғни мына жер тоже 2 болады. Ал енді мына қасиетті жаттап алайық. Егер тік бұрышты тең бүйірлі үшбұрышта, яғни 45 градус болады мына жер. Сонда үшбұрышта 2 катеттері АА болса, онда гипотенузасы А түбірасты 2 болады. Бұл Пифагор теоремасынан оңай шығады. Значит, мына бір бөлік бізде 2 түбірасты 2 деген сөз. Түсінікті ғой? Осыны жазамыз. Демек, бұл не болады? Бұл табанына түскен биіктігі болады. Ендеше бізде табаны мен биіктігі бар, соларды көбейтіп 2-ке бөлсек үшбұрыштың ауданы шығады. Демек, S тең, S үшбұрыш тең, 2-ден 1 көбейтілген табаны, көбейтілген биіктігі 2 түбірасты 2. Сонда 8 түбірасты 2 жауабы болады. Үшбұрыш жағының ауданы табылды. Жақсы, дальше кеттік. Келесі сұраққа көшейік. Шатырдың трапеция жағының ауданы төбесінің ауданынан неше есе кем дейді. Келесі сұрақ, шатырдың трапеция жағының биіктігі нешеге тең дейді. Алдымен былай істейікші. Шатырдың трапеция жағының, то есть мына трапеция жағының биіктігін тауып алайық. Қалай табамыз? Жалпы мынаны былай қарай жүргізейік, былай жүргізейік дальше. Қараңдаршы, мынау тіктөрт бұрыш, дұрыс па? Тіктөрт бұрыш болса, мынандай тіктөрт бұрышта. Мына қабырғасы 12, мына қабырғасы тоже 12. Солай ғой? 12. Енді тура ортасынан былай бір қабырға жүргізсек, ол тоже 12 болады. Яғни мына бір бөлікті біз 12-ке тең деп айтамыз. Мына 12. Мына жерде то же самое трапеция, то есть бұл не болып жатыр? Бұл біздің үлкен фигурамыздың осьтік қимасы деп атаймыз, я? Осьтік қимасы тура ортасынан өтіп жатқан трапеция болып тұр. Яғни мына жер тоже 2 түбірасты 2 болады, яғни бұл тең бүйірлі трапеция болады. Мына табан тоже 45 градус. Және мына жерден дәл сондай биіктік жүреді. Дәл сондай биіктік 2-ке тең болады. Яғни астындағы үлкен табаны 12-ке тең. 12-ке тең. Біз айттық қой, мынау 45 градус, я? Мынау да 45 градус, өйткені бұл үшбұрыштардың, ішкі бұрыштарының қосындысынан шығады. Демек, мына бөлік тоже 2-ке тең, мына бөлік тоже 2-ке тең. Значит, 2 мен 2-ні қосамыз қанша болады? 4 болады. Бізде үлкен табаны нешеге тең? Үлкен табаны 12-ке тең. 4-ке нешені қоссақ 12? 4-ке 8-ді қоссақ 12. Значит, мына бір бөлік бізде 8 болып тұр. Үстіңгі бөлік тоже самай ғой, тура сол ғой. Мынау бізде тіктөрт бұрыш қой. Мына фигура тіктөрт бұрыш. Көріп отырмыз, үлкен табан тоже 8 болады. Үлкен табан тоже 8. Енді бұны таптық. Түсіндік қой бұны, я? Вот, енді бұны өшірейік. Бұл керек жоқ. Енді былай жүргізейік. Мына қабырғасы 8, мына қабырғасы 8 деп есептің шартында міне айтылған. Енді былай қарай бір қабырға жүргізсек, ол тоже 8 болады. Енді қараңдаршы, бұл жерде мынау қалай жүреді дедік, я? Мынау қабырғаны қақ бөліп жатыр мынау. Медиана болып тұр ғой. Значит, мына жерден біз мына бір линияны жүргізген кезде ол не қылды? Ол қақ ортасынан бөлді, дұрыс па? Қақ ортасынан. Яғни мына бөлік 4, мына бөлік 4 болып отыр. Значит, мына жерден біз былай линия жүргізейік, былай. Мына бір бөлігі 8-дің жартысы, яғни 4 болады. Одан кейін біз былай қарай бір линия жүргізейік, сонда бізде тік бұрышты үшбұрыш пайда болады. Мына биіктігі 2-ке тең, мына катеті 2-ке тең, мына катеті 4-ке тең. Ал мына линия не болып тұр? Бұл мына трапецияның
биіктігі болады, яғни биіктігі болады. Бұл қайдан шығады? Бұл үш перпендикуляр туралы теорема дейтін жерден шығады бізде, жігіттер, қыздар. Яғни мына жерде міне тікбұрышты үшбұрыш, көріп отырсыңдар ма? Және бұл жерде мынау линия, мынау гипотенуза, ол мына жердегі табанға перпендикуляр болады. Түсінікті ғой? Ендеше бұл жерді H деп қояйық, бұл трапецияның биіктігі. Яғни оны табу үшін біз 4-ті квадраттап, 2-ні квадраттап қосамыз және квадрат түбірге саламыз. Демек, трапецияның биіктігін табу үшін 4-ті квадраттаймыз, 2-ні квадраттаймыз, қосамыз, квадрат түбірге салу керекпіз. Түсінікті ғой? Ендеше бұл жерде 16 қосылған 4 болады. Нәтижесінде түбірасты 20 болады. Яғни бұл 2 түбірасты 5 деген сөз. Жауабы осылай. Жазып қойық. Енді трапеция жағының ауданы төбенің ауданы неше есе кем дейді. Алдымен трапецияның ауданын тауып алайық. S трапеция, трап деп қойық. Бұл бізде S1 болсын. Трапецияның ауданын табу үшін біз 2 табанын қосамыз, 2-ге бөлеміз, және бұл жердегі биіктігіне көбейтеміз. Биіктігін білеміз. Ал табандарын ше? Оралайық. Үлкен табаны 12, кіші табаны 8. То есть, мына бір бөлік бізде 12 болып тұр, мынау 12 болып тұр. Мынау 8 болып тұр. Биіктігін білеміз, дұрыс па? Болды ғой. Есептейміз. Олай болса, 12 қосылған 8 бөлінген 2 көбейту 2 түбірасты 5. Бұдан 20 түбірасты 5 шығады. Енді табанын есептейік. Табаны. Ол S2 болсын. Ол бізде тіктөртбұрыш, оны табу үшін біз ұзындығы мен енін көбейтеміз. Яғни 12-ні 8-ге көбейтеміз. Сонда 96 деген сан шығады. Сонда бұл жерде шатырдың трапеция жағының ауданы төбенің ауданына неше есе кем дейді. Яғни былай істейікші, мына жерде 3 алма болсын, мынау 6 алма болсын. Неше есе кем? 2 есе кем, дұрыс па? 2 есе кем. Қалай табамыз? 6a-ны 3a-ға бөлеміз. Демек, біз үлкенін кішісіне бөлеміз ғой. Табанды, то есть S2-ні S1-ге бөлейік. Нәтижесінде 96 бөлінген 20 түбірасты 5 болады. 96 деген сан 12 мен 8-дің көбейтіндісі, 20 деген сан 4 мен 5-дің көбейтіндісі. Сонда бізде 12-ні 4-ге бөлеміз 3 болады. Енді алымын да бөлімін де түбірасты 5-ке көбейтейік. Сонда 24 түбірасты 5 бөлінген 5 көбейту 5 болады. Сонда 24 түбірасты 5 бөлінген 10 деген өрнекті аламыз. Егер қысқартатын болсақ, онда не болады? 2-ге бөлейік. 12 түбірасты 5 бөлінген 5 болады. Вот бұл біздің есебіміздің жауабы. Жауабы жазып қойық. 12 түбірасты 5 бөлінген 5. Жақсы кеттік. Келесі есеп. Үй шатырының жалпы ауданын табыңыз дейді. Қараңдар, біз трапеция жағының ауданын таптық, дұрыс па? Трапеция жағының ауданын біз S1 деп алайық. S1. Енді оның ауданын біз қысқаша, бұның ауданын 20 түбірасты 5 дедік. 20 түбірасты 5. Бізде қанша трапеция жағы бар? 2 жағы бар. 2 S1 деп жазып қойық, сонда 40 түбірасты 5 болады. Одан кейін табаны бар, S табан. Оны да біз есептедік, оны S2 дедік. Ол бізде 96 болды. Мынау бірінші пункт, мынау екінші пункт. Табаны бізде біреу. Одан кейін үшінші пункт, ол үшбұрыш. S3 бұрыш, бұл S3 болсын. Оның ауданы 8 түбірасты 2 болды. Солай ма? 8 түбірасты 2 болды. Үшбұрыш жағы нешеу? Үшбұрыш жағы бізде 2 болады. Демек, 2-ге көбейтеміз. 2S3 тең 16 түбірасты 2 деп айтамыз. Сонда жалпы үлкен аудан табу үшін біз 2S1-ге S2-ні қосамыз, және 2S3-ті қосамыз. Нәтижесінде 40 түбірасты 5 қосу 96 қосу 16 түбірасты 2 болады. Бұл жерден қандай ортақ көбейткіш бар? 8 деген ортақ көбейткіш бар. Жақшаның сыртына қуып жүреміз. Әрбір өрнекті 8-ге бөлу керекпіз. Біріншісін 8-ге бөлсек, онда 5 түбірасты 5 болады. Екінші өрнекті 8-ге бөлсек, онда 12 болады. Үшінші өрнекті 8-ге бөлсек, онда 2 түбірасты 2 болады. Демек, осы есептің жауабы табылды. 8 көбейту 5 түбірасты 5, қосу 12, қосу 2 түбірасты 2 болды деген сөзді білдіреді. Соңғы 5-ші есепке көшейік. Егер 1 метр квадрат темір
шатыр жапқыш, яғни металлочерепица 1500 теңге болса, шатырға қанша ақша кетеді? То есть бұл жерде металлочерепица ол шатырды қаптайтын қоңыр түсті, кейде қызыл түсті болатын стройматериал, дұрыс па? Құрылыс заты. Енді ол жерде қараңдаршы, мына табаны дейтін зат бар ғой. Табанына металлочерепица кетпейді, дұрыс па? Тек бүйір жақтарына кетеді. Демек, бүйір жақтарына кетсе, онда біз қайтеміз? Біз S2-ні есептемейміз, біз 2S1-ге 2S3-ті қосамыз. Онда S бүйір беті деп қойайық, 2S1-ге 2S3-ті қосамыз. Так, біріншісі қанша болды? 40 түбір асты 5. 40 түбір асты 5. Ал екіншісі 16 түбір асты 2 болып тұр. 16 түбір асты 2. Түбір асты 5 дегеніміз бұл шамамен 2-де 23, 2-де 23. Ал түбір асты 2-ні 1,4 деп ал деп сұрап отыр. Енді осыны есептеу керек. Давайте біз калькулятор алып осыны есептейік. Нәтижесінде қандай сан шығатынын көреміз. Қырық көбейтілген 2-де 23 қосу 16 көбейтілген 1,4. Так, қате жібердім. 40 көбейту 2-де 23 қосылған 16 көбейту 1,4. Осыны. Так, қате. Калькулятор бөлек-бөлек есептейді талап етіп жатыр. 92, 92. 2,3 десек, қате болып кетеді ғой. Қате болып кетеді. 2-де 23 керек бізге. 89-да 2 болады. 89-да 2 болады. Жазамыз. Қосылған 16 санын 1,4-ке көбейтсек, онда 22,4 болады. Қосайық 89,2-ні. Сонда 111,6 метр квадрат шығады. Енді 1 метр квадратқа 1500 теңге кетеді, сондықтан 1500-ге көбейтеміз. Нәтижесінде 167,400 деген сан шығады. Нәтижеде 111-де 6 болды ма? 1500-ге бөлейік. 111-де 6 болды. Енді 111,6-ны 1500-ге көбейтеміз. Нәтижесінде 167,400 деген сан шықты. Солай емес па? 1500-ге көбейтейік. Сондай сан шықты. Демек жауабы осындай 167,400 теңге болады. Есеп аяқталды. Жігіттер, қыздар, егерде контекст тапсырмалары ұнап жатса, онда осы каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар, және бұл видеоны достарыңмен бөлісіп отырыңдар. Бұл арнаға деген үлкен қолдау болады. Келесі контекст бізде, әрбір контекст бізде күнде сағат 5-те 6-та шығып отырады, сондықтан келесі контекстті ертең күтіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.